Сәлем баршаңызға, сіздермен дәрігер Бағзат Сейтқазыұлы. Маған көптеген осындай сұрақтар келді. Қалқанша без туралы айтшы, қалқанша без туралы видео түсірші деген. Сол себепті мен осы видеоны қалқанша безбен проблемасы бар адамдарға арнап жасадым. Және де қалқанша без ауырып жүрсе де симптомдары бола тұра, бірақ өздерін білмейтін адамдар үшін. Мысалға, скрытый симптомдар болады, осы гипотериоз болмаса проблема осы қалқанша безмен басталған кезде көп адамдар өзінің қалқанша без ауыратынын да білмейді, жүре береді да. Кейін уақыт келе уже әбден асқынып кеткен кезде анализ тапсыртқызып, содан кейін анықталады, ой, менде оказывается қалқанша безмен проблемдер бар екен ғой деп. Сол кезде бірақ адамдар өз-өздеріне келеді, содан кейін лечение бастаған кезде уже поздно болады да, кеш болып кетеді. Сол себепті осы видео қызық болады деп ойлаймын. Бұл видеода мен симптомдарын айтам, диагностикасын айтам, қалай анықтауға болады, және не істеу керек, үй жағдайында қандай заттармен емделсе болады, және де дәрі-дәрмектерін айтам, қандай дәрі-дәрмек ішсе болатынын. Сол себепті осы видео өте қызық болады. Лайк басып, каналға тіркеліп кет, комментарий жаз обязательно. Ал мен бастаймын. Қалқанша без деген не ол? Қалқанша без дегеніміз ол үлкен орган, біздің осы жерімізде орналасқан, ол железа болып табылады. Железа дегеніміз ол без қатарына жатады. Қалқанша безі біздің ағзамызда обмендік процестер және гормональды процестерді басқаратын орган. Егер сіздің қалқанша безіңіз жұмыс істемейтін болса, онда бүткіл сіздің ағзаңыздағы системаның бәрі дұрыс емес жұмыс жасайтын болады. Көбінесе ол жүрекпен проблема басталады, тамақ қорытумен проблемдер басталады, және де тамақты сіңірумен проблемдер басталады. Қалқанша безі тағы бір маңыздысы, бұл біздің бүткіл гормондарымызды контролировать ететін без болып табылады. Енді кімде осы қалқанша безбен проблемдер басталатын болса, қандай симптом болады, осы туралы айтайын. Ең алғашқы симптомдарының бірі ол адам баласы шашыраңқы болып келеді, шаршай беретін болады. Кейін ұйықтаған кезде ұйқысы қанбайтын болады. Қанша ұйықтасам да мен ұйқым қанбайды деп айтып жатады адамдар. Естіген шығарсыздар, айтады, ой, мен күндіз сонный болып жүремін, ұйқым келіп жүреді, постоянно шаршап жүремін деп. Осы симптом басталады. Содан кейін барып түнде ұйқысы бұзылады, түнде дұрыс ұйықтай алмайды. Бұндай адам күндіз шаршап жүреді да, түнде келген кезде ұйықтай алмайды. Кейін өзінен өзі салмақ қоса беруі мүмкін. Салмақ қоса береді. Ол өзі де түсінбейді, не үшін салмақ қосып атқан. Вроде тамақ дұрыс тамақтанбаймын ба деп айтады да, бірақ салмағы қосыла береді. Содан кейін шаштары түседі, шаш түсіп бастайды, түсінбейді, не үшін түсіп жүрген. Содан кейін тырнақтары сына беретін болады, кожасы сухой болып бастайды. Сухость кожи деп айтады ғой. Кейін бұндай кісілерде көбінесе запор болады, то есть туалетке бара алмайды да. Туалетке 3 күн, 4 күн деп жүре береді, туалетке бармай жүре береді. Не болып қалды десең, ішім қатып қалды, ішім жүрмей жатыр деп айтып жатады. Содан кейін аппетиттері түсіп бастайды. Тамаққа тәбеттері болмайды онша. Сосын көбінесе мынау әйел адамдарда менструальный цикл деп айтады ғой, ПМС, менструальный циклдары келмейді. Болмаса ұзап кетеді, болмаса ерте келіп қояды, в общем, нерегулярный болады, болмаса вообще болмай кетуі де мүмкін. И әйелдерде де, еркектерде де либидо деген зат бар. Жаңағы вовлеченность, то есть сексуальный характерда бір-біріне тартпайды да, еркек пен әйел қосылғылары келмейді. Енді бұл внешний проявлениясы, адам баласына бүйтіп қараған кезде осы симптомдар байқалатын болса, демек осы қалқанша безбен проблемалар басталып келе жатыр деген сөзді білдіреді. Ал енді анализдарменен, лабораторный диагностикамен қалай біз анықтай аламыз? Ең біріншісі, осы гормонмен проблема бар екен, болмаса жоқ екен көрсететін гормон, ол ТТГ деп аталады. ТТГ дегеніміз тиреотропный гормон деген сөзді береді. Бұл біздің қалқанша безінің қаншалықты дұрыс жұмыс жасап жатқанын көрсететін гормон. Ең основной гормон осы ТТГ. Одан кейінгі екі гормон Т3 пен Т4. Осы екеуі көбінесе, мынау Т4 пен Т3, бұл біздің организмде ауысып тұру керек, конверсия жүру керек. Егер кейбір адамдарда мынандай да гипотериозбен ауырып жүреді да, айтады, мен қаншама дәрі ішем, бірақ менде
симптомдары кетпейді, басылмайды деп айтады. Ол не үшін? Өйткені біз ішіп жүрген эутерокс, эльтароксин деген сияқты дәрілер, бұлар бізде тек қана Т4-тің ғана несін көтереді, уровень көтереді. Ал бізде негізінде ең керегі Т3 деген гормон. Бұл Т3 деген гормон пайда болу үшін біздің Т4-іміз Т3-ке ауысып тұру керек, осылай ауысып тұру керек. Егер ауыспайтын болса, көп жағдайда тек қана сіз Т4-тің запасын толтыра бересіз, дәрі ішіп, содан кейін сіз өзіңізге келемайсыз, осы симптомдарыңыз сізде сақталып тұра береді. Сол себепті біз анализ тапсырған кезде осы ТТГ-ні, Т3-ті, Т4-ті де екеуін де тапсыру керекпіз. Содан кейінгі гормон АТПО деп айтады. АТПО деген гормон бізде осы қалқанша безі қандай формада проблемасы бар деген сөзді береді. Мысалға, қалқанша без аутоиммунный типқа жатуы мүмкін. Аутоиммунный тип дегеніміз не? Ол дегеніміз өзіміздің иммунный системамыз, иммунитетіміз өзіміздің қалқанша безінің белоктарын атаковать еткен кезде байқалатын симптомдар. Бұны аутоиммунный тиреоидит деп атады. Осы сізде қалқанша безінің қай түрін анықтау үшін аутоиммунный тип па, болмаса просто понижение функции гипотериоз ба, болмаса гипертиреоз ба деп анықтау үшін осы 4 гормонды тапсырамыз. Қорытындылай кетейін. Бірінші гормон ТТГ, основной гормон, екінші гормон Т3, үшінші гормон Т4 және төртінші гормон ол АТПО деп аталады. Сіздер лабораторияға барған кезде, зертханаға барып, осы 4 гормонды тапсыруларыңыз керек. Егер осы қалқанша безбен проблеманы анықтағыңыз келсе, осы гормондарды тапсырасыз. Содан кейін тағы диагностика ретінде не істейміз? Диагностика ретінде біз УЗИ жасаймыз. УЗИ щитовидной железы, болмаса УЗИ қалқанша безінің деп аталады. Барып түсіріп көресіздер. Көбінесе гипотериоз кезінде, осы қалқанша безімен проблем басталған кезінде көп адамдарда қалқанша безінде осындай кисталар пайда болады. Болмаса узловое образование деп айтады. Және формалар өзгеріп, біреулердікі кішірейіп кетуі мүмкін, кейбіреулердікі өсіп кетуі мүмкін. Осының бәрін УЗИмен көрсеңіздер болады. Лечениясында біз не істей аламыз? Вообще гипотериоз бұл өте күрделі ауру деп айтсақ болады. Және бұның лечениясы оңай емес. Сразу осылай дәрілерді ішіп жоқ болып кетті деген әңгіме жоқ. Гипотериоздың бір жаман жері, бұл ауру адамдар көбінесе осы аурудың бар екенін білмей жүре береді өздері. Ұзақ уақыт жүре береді. Жаңағы эмоционально нестабильный болады, қайта-қайта ашуланшақ бола береді, өз-өзін ұстай алмайды, жылай салады, күле салады деген сияқты осындай симптомдармен жүре береді. Содан кейін уақыт келе уже вес қосып бастайды, жаңағыдай менструация дұрыс емес болып бастайды, шашап жүретін болады. Содан кейін ұзақ уақыттан кейін, жылдардан кейін бірақ анықталады. Ең бастысы бұл жерде гипотериозды тексеріп тұру керек. Сіздер обязательно жылына бір рет болсын қандарыңыз тапсырып, осы щитовидный железаның гормондарын регулировать етіп отыру керек сіздер. Нормасы міне экранда көріп тұрғаныңыздай болу керек. Лечениясында не қолданамыз біз? Қалқанша безінің лечениясы негізінде синтетический препараттардан тұрады, және де қалқанша безін поддерживать ететін препараттар, және де дұрыс питания ұстау арқылы жүзеге асады. Егер сізде аутоиммунный типтағы аутоиммунный тиреоидит болатын болса, АТПО повышенный кезінде, сіздерге обязательно кето диета, болмаса палео диета деген сияқты диеталарға отыру керексіз. Жалпы иммунды проблемдер басталған кезде, аутоиммунный процесстер организмде, ол независимости, щитовидка ма, болмаса басқа органдар ма, ревматоидный артрит па, бұлардың бәрінің емі біздің организмдегі қабынуды түсіру болып табылады. Воспаление деп айтады ғой орысша. Ал қабынуды біз қай кезде түсіре аламыз? Біз қабынуды тек қана природный методпенен, дәрісіз қай кезде түсіре аламыз? Когда біз дұрыс диетаға отырған кезде. Дұрыс диета дегеніміз не? Ол дегеніміз бүткіл сахарларды, бүткіл мучной продукттарды, онымен жасалатын заттарды, қамыр тамақтарды, бүткіл наннан жасалатын тамақтардың бәрін алып тастап, сосын біз аш болу керекпіз. Осындай кездерде мысалға ораза деген сияқты заттар негізі жақсы көмектеседі. Болмаса ұзақ уақыт ашылу, болмаса интервалды ашылу деп айтады ғой қазіргі популярный теманың бірі. Осы қабынудың бәрін орнына келтіру үшін, қабынудың бәрін түсіру үшін
палео диетаны ұстайсыз, болмаса кето диетаны ұстайсыз, және де интервалды ашылуды ұстайсыз, болмаса ораза ұстайсыз. Сол кезде біздің организміміз обновляция етіп, осы АТП уровень түсіп бастайды. Бұл то, что касается аутоиммунного тиреоидита. Аутоиммунды тиреоидит кезіндегі леченияның бірі осы. Тек қана осы диетамен ғана сіздер аутоиммунный тиреоидитті нормальное состояние келтіресіз. Дальше не істейміз? Егер сізде просто понижение функции щитовидной железы, то есть қанша безінің төмендеуі болатын болса, гормондарын төмендеп, дұрыс жұмыс жасамайтса, болмаса біресе төмендеп, біресе өсіп жатса, то же самое воспаление түсіру үшін диетаға отырасыздар. Палео диета, болмаса кето диета. Егер осы диета туралы оқығыңыз келсе, осы видеоны қарасаңыз болады, және мына астында описаниеда мен кітабым бар, не наполняй свой сосуд деген, сол кітапты скачать етіп, тегін оқып көрсеңіздер болады осы диета туралы. В общем, осы диетаны ұстайсыздар, содан кейін дәрі ішу керексіздер. Обязательно мынау гормондарды эутирокс, эльтароксин деген сияқты гормондарды ішкен дұрыс болады. Көбінесе эутирокс емес, эльтароксин деген гормон дұрысырақ, өйткені оның составында сахар деген заттар жоқ, а эутирокста составында сахар бар. Эльтароксинді врач назначить еткен бойынша қабылдайсыздар. Содан кейін шетелде новотерал деген дәрілер бар. Бұл жерде не үшін новотералды мен рекомендовать етем, өйткені бұның составында Т3 пен Т4 осы екі гормонда бар. Мысалы, эльтароксинда тек қана Т4 қана болатын болса, синтетический гормон, новотералда Т3-те, Т4-те екі гормонда бар. Сол себепті, егер сіздің Т3-іңіз организмде жетпей жатқан болса, осы препарат арқылы сіз оларды көтере аласыз да, сөйтіп, сіздегі симптомдарыңыздың бәрін түсіресіз. Бірақтан өз бетінше аптекаға барып, болмаса заказбенен осы дәрілерді алып қабылдамаңыздар, өйткені бұның бәрін дозировкасын дұрыс расчетовать етіп, есептеп қабылдау керек. Сол үшін дәрігердің кеңесі міндетті түрде керек. Ал менен кеңес алғыңыз келсе, описанияда мен номерім бар, WhatsApp номер, соған жазсаңыздар болады. Сол себепті осы кейінгі препарат тиромин. Тиромин дегеніміз ол комбинированный препараттарға жатады. Жаңағы біздің қалқанша безінің функциясын төмендеген кезде осы қалқанша безін поддерживать ететін, қалқанша безіне қуат беретін препарат болып табылады. Бұны біз добавка ретінде тамақпен бірге қосып ішу керекпіз. Соменен қорытындылай келе, не айтқым келеді? Мен бұл жерде тек қана қалқанша безінің төмендеуінің леченияларын айтып жатырмын. Егер сізде қалқанша безінің жоғарылауы болатын болса, функциясы, то есть гипертиреоз болатын болса, онда сіздер мен басқа видеома толығырақ түсірілген басқа видеома өтіп көрсеңіздер болады. Сол жақта мен жалпыламай айтқанмын, қалай не істеу керек екенін. Осы видеода экранда көріп тұрғандарыңыздай. Гипертиреозды сол жақтан қараңыздар, өйткені гипертиреоз темасы өте ұзақ болып кетеді да қазір. Қазір мен айтып жатқаным аутоиммунный тиреоидит пенен гипотиреоз, осы екеуін айтып жатырмын. Қорытындылай келе не істейміз? Диетаға отырасыздар, содан кейін дәрілеріңізді қабылдайсыздар, гормонды дәрілеріңізді. Содан кейін обязательно организмға витаминдар керек. Любой витамин, поливитаминдар. Көбінесе жақсы сертификаты бар фирмалардың витаминдарын ішкендеріңіз дұрыс болады. Мысалға суперкомплекс сияқты. Содан кейін дұрыс тамақтанасыздар. Тағы да біздің щитовидкамызды құртатын заттардың бірі ол тек қана көкөністі жей беретін болсаңыз, рационыңыз скудный болатын болса, питанияңыз скудный дегенде тек қана бір-ақ затты жей бересіз. Мысалы, күнде капуста жей беретін болсаңыз, мысалға ғылыми түрде ескілігінде болған капустаны құрамындағы крестоцветный заттардың құрамындағы заттар фитоэстрогендер, фитозаттар организмге түсе беретін болса, бұл біздің қалқанша безімізге әсер етеді екен. Соның функциясын төмендеуіне әсер етеді. Сол себепті біздің питаниямыз однообразный болмау керек. Содан кейін тағы бір зат, негізі бұл проблеманың бәрі, осы гипотиреоздің проблемалардың бары бізде басталады. Не үшін басталады? Өйткені біз йод жетіспейді, организмге йод жетіспейді. Йод қайдан аламыз? Негізі біздің Қазақстанда йодты тұзды йодтайды, йодированный соль деп айтады ғой. Осы өте дұрыс зат. Сол себепті
кейбірлер адамдар айтады да, ой, тұз қорқынышты, мен тұзды жей алмаймын, ол ақ өлім деп айтады. Айтады, соль это белая смерть деп, сахар это сладкая смерть деп. Сол сияқты кейбір адамдар қорқыныштылар, вообще тұз жемейді, вообще болмаса морской сольді ғана жейді да, ана кәдімгі поваренный сольді жемейді. Сол себепті тұз жемеген үшін олардың йодтары түсіп кеткен болады. Не істейміз? Сол себепті тамаққа болсын, салатымызға болсын, нормада 5 микрограмм тұзды жеп тұру керек. Ол қанша дегеніміз? Ол 1 чайна ложка тұз күн сайын жегеніміз бізге дұрыс болады организмімізге. Тұзды мүлдем жемейтін болсаңыздар, ол біздің жүрегімізге де зиян болады, ағзамызға да зиян болады, және сосудтарымызға зиян болған себебінен сіздің бастарыңыз постоянно ауыратын болады. Бірақтан ұмытпаңыздар, тамақтарыңызды қатты соленый қылып жіберуге де болмайды. Олай қылатын болсаңыздар, тағы да проблемдер басталады почкамен және тағы басқасы. Сол себепті любой затта умеренность болу керек. Бәрін ақылмен жасау керексіздер. Кейбірлер ойлайды, там морской сольді ғана тамаққа қолдану керек, мынау морской сольда көбірек питательные вещества, оның ішінде йод көп деп. Бұл негізі миф, бұл заблуждение. Негізі морской соль көбінесе қоспалармен араластырған себебінен олар қатты соленый болмайды. Өйткені оның ішінде көптеген қоспалар бар. Жаңағы солить еткен кезде, вроде солить етесің, бірақ тамағың қатты соленый болып шықпайды да. Не үшін? Өйткені тұздың концентрациясы аз болады морской сольда. Және де қазір біздің мынау дүниежүзілік мұхиттарымыздың бәрі кірленген үшін біздің суларымыз, Арал теңізі сияқты, болмаса тағы басқасы, осы суларымыздың бәрін тартылу, және де осы суларымызда көптеген пластиктер бар. Білесіздер ғой, осы микропластиктер обработка кезінде түсіп кетеді да солдың ішінде. Ол микропластик деген білесіздер организмде өте зиян заттар болып табылады. Сол себепті морской соль анау-мынау демей-ақ, осы біздің обычный поваренный соль жейтін болсаңыз, соның өзі сізге жеткілікті болады. Және де мынау кремдерді айтатын болсақ, көбінесе солнцезащитный кремдер және де басқа кремдердің составында, міне экрандарында көріп тұрғандай осы зат бар. Бұл зат біздің қожамызға сіңген кезде именно қалқанша безінің функциясын төмендетеді. Сол себепті крем таңдаған кезде осы состав болмау керек кремдеріңізде. Сол себепті жағып жүрген кремдеріңізді, особенно мына күннің астында күнге күйіп кетпес үшін қолданатын кремдеріңізді ақылменен өстіп сатып алғандарыңыз жөн болады. Егер сізге осы видео қызық болған болса, каналға обязательно тіркеліңіз, лайк басыңыз, комментарий жазыңыз. Сіздермен болған мен дәрігер Бағзат Сейтқазыұлы. Сау болыңыз.